Gül tola көктемді көруге асықтым, жұлдыздай жүзіңді көруге асықпын. Қалайша сезбейсің жаным-ай, жаным-ай, мен сені сүйемін, мен саған ғашықпын. Қалайша сезбейсің жаным-ай, жаным-ай, мен сені сүйемін, мен саған ғашықпын. Сүйемін, мен сені сүйемін, сүйемін. Махаббат отына сен үшін күйемін. Сен болсаң сезбейтін адамдай жүресің, ал менің сыздайды жаралы жүрегім. Сен болсаң сезбейтін адамдай жүресің, ал менің сыздайды жаралы жүрегім. Мен саған не дейін, не дейін, сен мені сүймедің демейін, демейін. Жүрекке сен салған жараның, жараның дертіне қалайша көнейін, көнейін. Жүрекке сен салған жараның, жараның дертіне қалайша көнейін, 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 көнейін. Керемет. Мынау қайырлы кеш. Бүгінгі табиғат аясында емін еркін, есті де ескі, мәні бар, мағыналы әңгімелер болады. Жалпы енді таныстыра өтейін. Біршама хит әндердің авторы, сағыныш сазы, сен үшін жаралғандаймын, тағы да есті әндердің авторы Біржан Асқаров ағамыз. Оның жанында отқан ініміз, өнердегі бауырымыз Бағдат Бекмұратов. Одан кейін ізімізді басып келе жатқан Біржан ағамыздың Сағындық Жақсыбекұлы, мен Әскербек Оразбай. Аға, енді мынау табиғат аясында болғаннан кейін мынау әдемі әңгіме болады деп білем. Жігіттер шамал шырбыдан салып жіберсеңдерші, қазір жаурап қаламыз. Енді өзіңіздің сағыныш саз деп әңгіменің басын айтып қалдық па? Сол әннің жалпы шығу тарихын айтсаңыз өзіңіз. Осы жаңағыдай орындалған ән сол сағыныш сазының алдында шыққан ғашық сыры деген ән. Осы ән шыққаннан кейін сол менімен бірге бухгалтер факультетінде оқитын Хаби Жиенов деген жігіт, Ақтөбе совхозында тұратын. Сол жігіт ол да гитарада ойнайтын. Екеуміз бірігіп бір ән жазса қалай болады деп маған ұсыныс тастады. Сонымен мен жарайды деп келістім, соны көрейін. Сонымен ол кезде сол жатақханада жатып оқимын. Жатақханада бәрі ұйықтап жатыр. Түнімен сол сағыныш сазын қалай жазып көргім келіп тұр. Сол сағыныш сазын бірінші сол әні келді. Гитараның тыңырлатып әні келді. Сағыныш сазы сен едің, ғашықтың бірі мен едім деп. Армандай асыл аққуым, көзіңді аңсап келемін. Сөз солай шығып кетті. Бірінші сөз келді ғой? Бір ән келді, ән тура осыған әннен кейін осы сөз тура соған сай кетті. Бір куплетімен соны қысылып жанам жүрегім күйіп деп
кайрмасымен бір куплеті, бір шумағы кайрмасымен жазып таңға дейін бітірдім. Ол да сол жатақханада жатып, сол таң атпай соған бардым дағы ұйқысынан тұрғызып алып, қайыды. Ақын. Өзі ол да сол ән жазып, алатын сөз. Бәріміз жаңадан бастап жүрген кезінде. Сол қайыға бір шумағымен, қайырмасымен апарып, әнімен тыңдатып, айтып берген. Қайы екінші шумағын қайырмасымен жазып бітірді. Кейіннен мен үшінші куплет қайырмасымен қостым. Сонымен сол үш куплет болып шықты ғой. Кейін ол кезде сол авторлық құқық деген ондай білмеймін. Ол кезде мен жаңа оқып несіздер? Оқып жүріп, ол кезде авторлық құқық деген болады, авторский права деген білмеймін. Әнді жазып, айтып, ауыл арасынан ауылға тарап, облысқа жетеді, облыста басқа облыстың адамдары естіп соған айтады. Осы шығып кетті ғой, бір күн айтады, Жамбыл Тараз қаласында сол Қырықбаева деген әнші қыз сол. Динара емес па? Жоқ, Динара емес, Динара шықпай тұрған кезде. 90 жылдардың аяқ жағы ма, сол кезде сол коммерческий канал болады Таразда. Содан сол Қырықбаева әнші айтып шықты. Ол кезде де сол мән берген жоқпын. Одан кейін сол кезде сол кассета тұқымай тұғым. Бөлек қарындасым екеуміз Түркістанға барып қалсақ, Түркістанның вокзалында, теміржол вокзалында сол звукозапистер не сататын, кассета сататын. Сөйді өтіп барасам, жаңағы бөлек қарындасым Сая деген сол. Мына өлеңді, мына әнді естімін ба деп қояды. Қарасам сағыныш сазын жіберіп жатыр. Өзіңіздікі? Иә. Өзім шығарған, қарамаған. Қандай әсер болады екен өзіңіз әніңіз, өзіңіз тыңдасаңыз? Қарасам, мен сағыныш сазын айтып ақ, тыңдап. Ойбай, мен әнді айтып жатыр ғой, әйтеуір қуанып қалды. Содан кейін барып, кейіннен Талғат Жорабаев айтып шықты, Алтынай Жорабаеваның концертінде. Ол кезде де сол авторлық құқықты білмеймін, сол жайлап, авторлық құқық деген болады екен деп сол кезде жайлап естіп жатыр. Кейін келе-келе сол авторлық құқықты қайдан алатын, қалай алатын, оны да білмеймін жолын. Енді сөзіңізді бөлейін. Аш етіңізде әнің жаңа Бағдат, бұл да әуес қой, сазгер. Өз ара-қарап ән шығарған. Түсіндерім көзді ашты ғой, ашшы екен. Сен тұр, түсін жақа отырып. Іште кетпейді. Жаңағы әнің қандай? Шәуілдір ме? Айтып берсе енді. Мақсы сөзін жазған, әскербек досымыз. Мен баяғыда сол әнмен әуестен жүретінмін ән жазуын. Сол кезде не қылған ән, соны айтып берейін. Болса құрттың. Арыстың жағасында боз қашық шәмілді атына қойылған шалқыған шәуілде отырар көне қала бүгінде бәрі жаңа шәмшідей ұлы жанның табаны тиген дала шәуілдір өзіңмен мақтана жүргенге өзіңде шаттана сыр менен арыстың бойына жаныма жыр қойнау бақтаба арыстан бабамызды сәулетті кесенесі Farabi danamızdı Tolgalı önegesi Şəvildir öngeri Gördün bezen dostum Görüge asıqsan Avulga kel dostum
арыстың бойына, жаныма жыр ойнау бар таба деген ән осындай деп мен сөзін жаздым. Бағдат ән шығар. Жақсы. Сонымен бұл маған айтады ғой, звондайды ғой. Кел досым. Мен ән шығардым. Сөз жазшы дейді. Үйіне барсам, үйіне әкте бар. Жаз уақытысы. Мен отырып алғам. Қолдырышқа жоқ, телефонның заметкейіне. Маған көрсетем. Болат жаш деп екеуміз бітірдік. Сөйтіп. Бұл ән шықты ғой. Шәуілдірім деп. Енді жаңаға. Мынау ініңіз сағындық. Алғаш қадам жасап қойды. Өнерге де. Сыр бойдақ деген бір ән шығарып, орындап. Шыққанда бір ай болған жоқ. Бұл да ән әуди дейді анда-санда, бірақ талпыныс жақсы. Бұл да ән айтам деп. Қандай ән айттың? Қандай ән дейді? Шәуілдірдің жері болғаннан кейін бір Шәмшінің әнін айтсын енді. Арыстың жағасында. Әу сөйлесін байқайық. Дауысы қайға дейін баратын. Осы жерден келетін шығар дауыс. Кетелі осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, айтсам деп келемін. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жүрегімде бір бақыт тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойланып, әндеттім жай ғана. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Ән жоқ көттім, ән жоқ көттісі? Сағындық айтсын деп ек, әннің құдіреті ма бәріміз айтып. Шәуілдірді болған екен, арқан қосып көті деген ән, сыр бойы деген екен. Ал енді мынау қазіргі әндерден сіз өзіңіздің айтылмай жүрген әндеріңіз бар ма енді? Әлі қаншама хиттар бар, әндеріңіз бар. Әлі ешкім орындамаған. Соны біреуін айтып беріңізші, біз тыңдайық. Чапай приоритетке болыпты десе. Böyle қарындасым неде Шымкентте университетте оқиды. Сол группалас қыздармен кеп, біреуі Шаянның қызы екен. Меруерт деген қыз екен. Сол бәріміз сол күтіп алып, қонақ қып, шығарып салдық. Сол енді былай ұнап қалыпты. Ұнап қалды, бірақ енді
Сізге андай оған сезім білдіріп ондай нәрсе жоқпын, бірақ сол кеткеннен кейін ән жазу тура келді ғой. Ойдан шықпайды, иә. Соны ойдан шықпағаннан кейін сол ән болып шықты ғой ақырында. Әдемі. Соны тыңдайық ал. Көргің келеді тағы да деп. Қазіргі жігіттерге әдемі екен да. Қазіргілер көріп ғашық болатын қалай екен білмеймін. Бұл кісілердің көрді ме? Көреді, ән туады. Саған арнап ән жазам, жүрегімде ғашық отым аздаған. Айлар өтті, жылдар өтті қаншама, дидарыңды көрмегелі қай заман. Айлар өтті, жылдар өтті қаншама, дидарыңды көрмегелі қай заман. Тіршілігім мағынасыз айналам, оңашада әндетемін жай ғана. Жансыз бейнең медеу болған көңілге, суретіңе көп қарадым ойланып. Жансыз бейнең медеу болған көңілге, суретіңе көп қарадым ойланып. Көргім келеді сенің нәзік күлкіңді, көргім келеді қылығыңды сүйкімді, көргім келеді тағы да сүйкімді қыз, ұрладың түн ұйқымды. Көргім келеді тағы да сүйкімді қыз, ұрладың түн ұйқымды. Сүйкімді қыз, ұрладың сен жан сырымды аша алмай, жас жүрегім жалындай, жүрмін мен қиналып, айтуға ұялып. Мен іштей тынамын, енді не қылайын? Әй нағима, келші менің жаныма, қоншы құсым қолыма, бағыма, нағима, нағима. Бал жанған жүзіңді, көп ойлаймын өзіңді. Жанарым жәудіреп, жүрегім елжіреп, көруге асығам алаулап басылып.
ақ ниетпен жыр жаздым шын жүректен жанамын күйемін сені шын сүйемін өзіңе арманым әнімді арнадым әй нағима келші менің жаныма қоншы қосым қолыма бағыма нағима әй нағима келші менің жаныма қоншы қосым қолыма бағыма нағима нағима әннің есі де бар, есері де бар деп, мына енді керемет әнші. сөйтіп бұл Найма сөйтіп шығып кеткен. Әдемі ғой. Мен бірінші естіп тұрсам да жаңа айтып жатқан сөздеріңізді жаттап алып, мен де қосылып кеттім ше. Сөйтіп әнші боламын мысалы бір күні. Екінші оты тымпиып, қойған қомыз не қоздай болып. Мына отқа қарап отырып, мынандай өлең тыңдап отырып, адам серьезный болып қалады. Одан да серьезный жүйде. Зарастризм болып отыр. Бір анашымның бір ырза болған бір несі бар да. Осы көп ақындар, жаңа композиторлер, ақындар, аналары дүниеден өтіп кеткеннен кейін ән шығарып, сен маған көзімнің тірісінде ән шығардың деп бір ана туралы ән, өңшең күйдің сүйдің арасында бір жалғыз ана туралы әнім бар. Соны орындап берейін. Анам менің асыл жан, алыс кетсем сағынан, қиналғанда қасымнан, құстай ұшып табылар. Анашым сен болмасаң, әлем қара жамылар. Анашым сен болмасаң, өмірдің не мәні бар. Асыл анам, жан анам, балаң үшін боламан. Сағыныштан мен балам, саған арнап ән салам. Асыл анам, жан анам, балаң үшін боламан. Сағыныштан мен балам, саған арнап ән салам. Қапа қылған анасын, жолы болмас баланың. Аналғысы жаназық, айтқан сөзі қарағым. Әлі есімде анашым, еркелеткен наз үнің. Көзімнің ақ қарасы, деген сөзің жарығым. Асыл анам, жан анам, балаң үшін боламан. Сағыныштан мен балам, саған арнап ән салам. Асыл анам, жан анам, балаң үшін боламан. Сағыныштан мен балам, саған арнап ән салам. Айналайын жан анам, мейірімді көзіңнен. Мен өзімді сен барда, шын бақытты сезінем. Аман болсам анашым, ақ сүтіңді өтермін. Ақ батаңды арқалап,
арманыма жетермін. Асыл анам, жан анам, балаң үшін боламын. Сағыныштан мен балам, саған арнаған салам. Асыл анам, жан анам, балаң үшін боламын. Сағыныштан мен балам, саған арнаған салам. Саған арнаған салам. Керемет. Анадан артық адам жоқ шығар өзі. Қатты бір қиналған кезінде анам жоқ, Алматыда квартирада жалғыз өзім. Сол анам есіме қатты түсіп, жалғыз өзім квартирада. Үйде шыққан ән ғой. Сағынып. Мынау мен отбасымда 7 қыз, 4 баламыз. Ең кенжесі мен 11-шім ғой енді. Түпқалта дейді ғой қазақта. Сонда жаңа анашым өмірден озып кетті енді. Еркелеп жүретін еді. Сенен бір нәрсе шығады өйткені. Телевизорда ән айтып жатса, бүйтіп отырады деген жаңа. Бірақ енді өлең шығарып ол кісі көрмей кетті. Естиін жаңа несі. Жалпы бәріміз ана қымбат қой енді. Өлеңіңіз шынымен керемет. Ана ғой ең басты. Сол анашымның барына Құдайға шүкір. Анашымның денсаулығын, амандығын әр жатқан сайын ұйқыға жатар алдында сол тілеп жатамын анашым. Анашым аман болсын деп ең бірінші сол анашымның амандығын тілеймін. Жалпы енді Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Негізі дұрыс айтылған әңгіме. енді мынау уақытты өз адам үнемдейді ғой енді барынша әртүрлі бір жерге бару керек. Уақыт үнемдеген жақсы. Енді ән айта берсек азанға дейін отыра беруге болады да. Күнде салқындап қаратыр. Енді уақыт үнемдейік. Жеттер өздерің қысқа ойларыңды. Сағындық шеттен бастайық. Шеттен бастайық. Өз ойларың жалпы қандай әсер алдыңдар қазір? Бастан аяғына дейін отырсыңдар ғой. Өздерің ойларыңды айтып шығыңдар. Жақсы әсер алып өзімізге керекті нәрсе, дүниелерді білмеген нәрселер мысалы үйреніп. Дұрыс әдемі. Бағдат. Жалпы ағаммен бұған дейін мен қатты сұхбаттасып әңгімелесіп көрмеппін. Ана әннің бәрін мынандай кішкентай кезімізден тыңдаймыз ғой, сағыныш сазы болсын, сен үшін жаралғандай болсын. Бүгін сол танысқаныма қуаныштым. Сөйлемей неғылмай отқан себебім бірінші рет көріп отқаннан кейін, әңгімелесіп отқаннан кейін. Дегенде енді шығармашылық бір әдемі не болып та ойлаймын, әңгіме болып та ойлаймын. Алдағы уақытта жақсы әндер бар екен. Шығарамыз. Ағамыз ұсынатын болса, қарсы болмаса, жарыққа шығарамыз деп ойлаймын. Сол, ал енді қалғанымыз осындай жиі бас қосып тұрайық, бас қосып тұрайық, сұхбаттасып тұрайық. Адам сөйлесіп қалу керек қой негізі бір-бірімен. Мынау енді менің өзім ойым, пікірім. Мынау өнерді таза қалпында әлі алып келе жатсыз да. Әлі сол қалпында, таза күйінде мен керемет әсер алдым. Қанша енді бір кейде әнге сөз жазам, бір ақынмын деп есептемеймін, бірақ сіздің мынау неңізден кейін, әндеріңізден кейін, жалпы өнеріңізді қатты бағалаймын шыны керек. Осындай ағаларымыз бар кезінде бізде шабыт алып әлі біраз әндерге үн қосатын шығармыз, Құдай қаласа. Сол менің әсерім өте керемет. Аға, енді өзіңіз қандай? Мен мынау риза болып отырмын, басымыз қосып, өсіп, ұйымдасып, осы мынау ән айтып, енді ішіміздегі біраз нәрсе енді айтылды, біраз нәрсе айтылмай, енді уақыттың тығыздығы да бар. Әлде де алдағы уақытта бас қосамыз деп ойлаймын. Құдайға шүкір, әнде бар, орындап шығатын, жақсылап алып шығып, Құдай қаласа сағындық, өзің бар, сөзін жазып, енді сағындық жаңа қысылып отырмын, даусым жөндеп естімей ма? Келешекте бір жақсылап бір даусым естиміз деген
ниеттен Құдай қаласа көрсететін шығар енді Құдай қаласа. Иә. Өзіңе бір не алатын болса бір даусыңа келетін, табиғатыңа келетін бір нәрсе әнді әрқашан да ұсынуға дайынмын. Әне. Саған да айтамын. Құдай қаласа. Ән қалаған әніңді орындап шығам дейтін болсаң, қалаған әніңді аласың ғой. Мынау талаптарыңа нұр жаусын, жұлдыздарың жарқырай берсін алдарынан. Бұл әлі үлкен әнші боламыз деп тұрмыз қазір. Жаман республика сарайына дейін бару. Уақыт көрсетіп, барлықтарың айтып сағынды саған кім Әскербек саған әлде шығармашылық шабыт Рахмет. қаламың ұштала берсін. Рахмет. Жақсы сөздер жазып әндерің сол жақсы үлкен сахналардан шыға берсін. Менің де сол әндеріме сөз жоқ әндеріме Құдай қаласа сөз жазып берсең деген Алла берсін. қолқам бар өзіме. Болды. Неғысы қуаныштымын бүгін бас қосып, азын-аулақ кішкене көңіл көтеріп, кішкене сырласып барлықтарыңа ризамын. Алдағы уақытта да басымыз қосылады деп ойлаймын. Бірге жұмыс жасаймыз Алла қаласа. Жігітті бір-екі рет жағып жіберсеңізші. Мынау қазір өшейін деп тұр. Енді мынау Оңынан жақсы. сөздің басында айтпаппыз, соңында айтып кетейік. Мынау әлеуметтік желіде аға сіз байқап жүрсіз бе білмеймін. Шәуілдерге қайтайық деген нәрсе қатты дамып кетті. Вирус сияқты ше. Біреу әзілмен тықты, біреу анамен тықты. Жалпы қақтың тумасын деп айтсақ, шәуілдір десе мазақ қыл деген сияқты да. Анау тиктокта ма деген сияқты. Жалпы шәуілдерден міне қандай адамдар шыққан, қандай ұлы адамдар шыққан десеңіздер, шәуілдерге қайтайық деген сөздің мағынасы, шәуілдерге келсеңіздер, дарындылардың ортасына келесіздер. Бұл әзіл емес. Шәмші Қалдаяқов, соның ізін жалғаушы ағаларымыз, інілеріміз, бізден кейін өсіп келе жатқан шәуілдердің тумасымыз біз жалпы. Мұхтар Шаханов бар. Иә, тағы таныстыратын болсақ, Біржан Асқаров, Бағдат Бекмұратов, Сағындық Жақсыбекұлы, Әскербек Оразбай. Біз шәуілдердің тумасымыз. Операторды таныстырды. Иә, Нұрсұлтан Әуелбекұлы. Жалпы бұл Құдай қаласа үрдісі жалғасы бар алдағы уақытта. Енді мен бір қысқа нұсқа бір нәрсе айтып жіберейін. Мен жаңа өлең кітап алып келдім. Кітап болғанда шағын. Осы Шәуілдір ауылының апамыз Тұрсынбай Патшабайқызы апамыздың өлең кішкентайда болса жинағы жүрегінен шыққан. Жастарға берейін да. Өлең поэзия болып жүргендер жігіттер. Өзіміздің желес апамыздың тіл аяқтарын дамиды. Дұрыс айтасыз. Жалпы аға енді соңында өзіңіз бір нәрсе дей жүріңіз, сонымен осы нәрсені тәмамдаса. Құдай қаласа алға қойған мақсаттарымыз орындала берсін. Аумин. Жетістікке жете берейік, бірлесіп. Алла қаласа бірлігіміз жарасып, тірлігіміз жарасып, жақсы әндер, жақсы жаңалықтар ұсына берейік халыққа. Дұрыс айтасыз. Ең бастысы деніміз сау болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, бейбітшілік болсын. Наурыз құтты болсын, ораза құтты болсын. Елімізге бақ береке, ынтымақ деймін, өзімізге де сол бақ береке, тірлігімізге ауызбіршілік сол тілейтін. Бұдан да үлкен костерді жолға берейік. Жалпы баршаңызға ораза айы қабыл болсын, дұғаларыңыз қабыл болсын, наурыз мейрамы құтты болсын. Мынау айтайын деп отқан нәрсем, бүгінгі кештің тақырыбы Шәуілдір кеші. Шәуілдір біз дарындыларды шығарудан жалықпаймыз. Рахмет жігіттер, ағам білі. Сендерге де рахмет. Қолдаңдап қойып. Жақсы. Әдемі. Құдай қаласа даусыңды дайындайын, даусыңды жақсылап естиміз. Сонан кейін даусыңа қарап ән ұсынам. Құдай қаласа, иә, шынымен де. Жалпы аға бір әніңізбен жай не істесеңіз, бір ән айтып, осы ән несін сұхбатты аяқтасақ, бір әніңізбен. Егер білетін болсаңдар, осы Мейрамбектің орындап жүрген Сен үшін жаралғандаймын деген ән бәріміз қосылып соны орындасақ. Болды, дайынбыз. Ал, жігіттер, әнші жігіттер. Бағдат әнші, Сағындық әнші. Ән айтыңыздар.
алмайсан тіл қатып, жүректің мұңын тыңдатып, сағыныш болып кеудемде таба алмаймын бұл уақыт. Өртенген сезім бойымда қанымды қызу тулады. Жанымнан бір сәт табылсаң, мен үшін сол да бір бақыт. Жанымды тербеп балдаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық жауғанда, сен үшін жаралғандаймын. Құс болып ұшып самғаймын, іздеуден сені талмаймын. Мөлт еткен мөлдір ғаламда, сен үшін жаралғандаймын.